Мен оқушы кезімнен-ақ тұйық болдым. Әлемге өзімнің кішкентай тереземмен ғана қарап, сырттағы тіршілікке көп араласа бермейтінмін. Құрбы табу, біреумен сырласу түгілі қарапайым әңгіме айту да мен үшін ауыр еді. Басқалар үшін бұл күнделікті өмірдің қалыпты көрінісі болса, мен үшін шынайы сынақ болатын. Сондықтан болар, өзімді үнемі жалғыз сезінемін. Бірақ уақыт өте келе, осы жалғыздықтың өзі маған үйреншікті әрі жайлы күйге айналды. Мектепті бітірген соң өмірдің жаңа бір есік ашылды деп ойлағанмын. Бірақ ол есік мен үшін тарс жабық тұрғандай еді. Оқуға түсе алмадым. Үйдегілер келесі жылы түсесің деп жұбатты. Бірақ бұл тек көңіл алдау ғана екенін іштей сезетінмін. Әкемнің тұрақты жұмысы жоқ. Үйдің бар ауыртпалығы анамның мойнында. Ол қара жұмысқа жегіліп, еден жуып бізді асырады. Кейде кешкісін жұмыстан шаршап келгенде тізесін құшақтап үнсіз отыратын. Ол үнсіздіктің артында қанша уайым, қанша таусылмас қажыр-қайрат жатқанын бір Құдай біледі. Кей күндері ой үстінде жатып терезеге көз тігемін. Қараңғылыққа сіңіп жоғалғым келген сәттерде аз болмады. Өмірім осылай өте бере ме, мен де анам сияқты тек өмірімнің ауыр жүгін арқалап өтемін бе, әлде мені де жарқын болашақ күтіп тұр ма? Бұл сұрақтардың жауабы белгісіз еді. Сұрықсыз бір сарынды күндерім өтіп жатты. Үйде отырып болашағым туралы ойлана беретінмін. Бірақ ойланғаннан ештеңе өзгермейтін, жақсы білетінмін. Бірде әкемнің туыстары әжеме Құран бағыштап ас берді. Сол жерде анам абысынына: үлкен қызым оқуға түсе алмай, үйде құр босқа жүр. Жұмысқа жіберуге жүрексінемін. Ыңғай болса, қасыңа алшы. Өз киімін бүтіндеп тиын-тебен тапсын деп жағдайымызды айтып жатты. Жеңгем біраз ойланып тұрды да, ақыры мені өзімен бірге үлкен қалаға алып кетті. Ол да аса ауқатты емес еді, бірақ ең болмағанда басында өз үйі бар. Қалаға келген соң маған да жұмыс тауып берді. Өз істейтін тойхананың ыдыс жуушысы болдым. Күндерім осы жерден әрі жалғасты. Ыдыс жуатын тар бөлменің ылғалды ауасы мені ыстық будан терлеп, қолым үнемі жуған табақтардың жуындысына малынып жүретін. Бірақ маған бұл маңызды емес еді. Ең бастысы өз нанымды тауып жеу. Тіпті аз ғана жалақы алсам да анамның қалтасына салмақ салмайтынына қуандым. Жалғыздық енді мен үшін таңсық емес, үйреншікті күйге айналды. Бірақ осы қаланың тас көшелерінде жүріп жаңа өмірдің есігін қалай ашатынымды әлі де білмедім. Ыдыс жуу оңай емес еді. Белің талып, екі қолың ісіп ауырады. Ылғал мен жуғыш заттардың терінің қабыршықтанып жарылып кетеді. Кейде байқамай пышаққа немесе сынған әйнекке қолыңды тіліп аласың. Қанша тырыссаң да ыстық суға малынып, майға батырылған ыдыстар ешқашан таусылмайтын сияқты көрінетін. Көп адам мұндай жұмысқа шыдамайды. 2-3 күннен кейін-ақ кетіп қалатын. Иә, шыдау оңай емес еді, бірақ мен шыдап жүрдім. Ауылға қайтқым келмеді. Қайтсам тағы да бос сенделіп, үйде отырып қалатынымды білдім. Сол үшін күндіз емес, түнгі ауысымда жұмыс істеуге келістім. Жеңгем күндіз жұмысқа шықса, мен кешкі 6-дан түнгі 2-ге дейін ыдыс жудым. Ақшасы өзіме жететін. Жеңгемнің жақсы жері менің табысымнан бір тиын да сұрамады. Жалақымды қолыма тиген бойда жинап сақтап қоятын. Әр айдың соңында қолыма ұстатып базарға апарып қалаған киімімді алып беретін. Бұл мен үшін үлкен қамқорлық еді. Уақыт өте келе жинаған ақшам көбейе бастады. Бір күні еш ойланбастан анама ақша жібердім. Көп емес, бірақ өз маңдай теріммен тапқан, анама арналған ең алғашқы тиын-тебенім. Сол сәтте ғана өзімді бір саты жоғары көтерілгендей, әлде бір кішкентай, бірақ маңызды жеңіске жеткендей болдым. Күндердің бір күнінде бастықтың ұлы ішке кірді. Мен әр күндегіндей жұмысымды істеп ыдыстарды жинап жүрген едім. Кенеттен ол алдымнан шыға келіп селк еткізді. Қолымдағы 2 тәрелке жерге түсіп быт-шыт болды. Жүрегім зу етіп қорқып кеткенім сонша тілім байланып қалды. Бірақ ол маған ұзақ қарап тұрды да ештеңе деместен сыртқа шығып кетті. Сол бір сәт менің жүрегіме өшпес қалдырды. Ол жігіт әп-әдемі еді. Қара торы, сымбатты, кербез. Ал мен ше, қарапайым ғана қызбын. Әдемілігім де жоқ, сымбатым да.
Бірақ оның маған қарағаны қайта-қайта көз алдымнан кетпей қойды. Оны ойлағанымда ішімде бір жылы сезім пайда болып, өзімді жауапсыз махаббаттың шырмауына байлап тастадым. Күндер өтіп жатты. Жинаған ақшамды ауылға жіберген соң оқуға түсу туралы ой мүлде алыстап кетті. Осылайша 3 жылым тойханада ыдыс жуумен өтті. Бірақ мен сол бастықтың ол үшін ғана күн сайын жұмысқа келетінімді өзімде түсінбей қалдым. Көзім оны іздейтін, жүрегім оны күтетін. Бірақ ол сол күннен кейін маған назар аударған емес. Өмір деген шынымен қызық қой. Кейде ойлайсың жындының сандырағы келеді деп. Бекер айтпаған ғой. Бір күні менің ең үлкен арманым аяқ астынан орындалып, өмірім күрт өзгеріп кетті. Өз көзіме өзім сенбедім. Бірде бастықтың ұлы ыдыс жуып жатқанда ештеңке деместен қолымнан ұстап мені сыртқа алып шықты. Жүрегім дүрсілдеп, қорқыныш пен қуаныш аралас сезімде қалдым. Кенет ол маған қарап, "Мені ұнатасың ба?" деді. Ұялып кетіп, үнсіз төмен қарадым. Жауап беруге батылым жетпеді, бірақ жүрегімнің дүрсілі бәрін айтып тұрғандай еді. Ол болса тағы да салқын дауыспен, "Дәл қазір мені ұнатсаң көлікке мін, ұнатпасаң жұмысыңа кете бер" деді. Басым айналып кеткендей күйде тұрмын. Бұл шын ба, әлде мен тағы да арманымның тұтқынына айналып кеттім бе? Бірақ оның ашық тұрған көлік есігіне қарағанда шындық екенін ұқтым. Іштей қуаныштан жарыла жаздап, ойланып тұруға уақыт жоғалтқым келмеді. Бірден жүгіріп барып қымбат көлікке отыра салдым. Көлік қаланың көшелерін еркін аралап жүрді. Ол үнсіз, мен де үнсіз. Тек терезеден сыртқа қарап тағдырымның қайда бағыт алып бара жатқанын түсінуге тырыстым. Бір кезде көлік те өте қымбат 2 қабатты үйдің алдына тоқтады. Үйге кірген бойда ол қатқыл дауыспен, "Мам, мен келін әкелдім. Ертең кешке тойымыз болады" деді. Мен орнымда сілейіп тұрып қалдым. Анасы болса жақтырмаған күйі суық көзбен маған бір қарады да үнсіз басын изеді. Осы үнсіздік келісімнің белгісі секілді көрінді. Солай бір күннің ішінде ауылға хабар жетіп, аяқ астынан келін болдым. Бұл шындық па, әлде мен әлі түс көріп жүрмін бе? Өзім де түсіне алмадым. Ауыл шулап жатты. Менің бақуатты жерге келін болғанымда әркім әртүрлі жорыды. Бірі оның несіне қызықты екен, қап-қара түрі де жоқ еді ғой десе, енді бірі бақытты болса болды, тек жыламаса болғаны депті. Анам болса бәрінен де қуанышты. Қызым енді ештеңеден тарықпайды, байдың келіні болып алаңсыз өмір сүреді деп мәз. Ол менің балалық шағымның жоқшылықта өткенін білетін. Киімге жармай, кейде бір үзім нанға зар болып өскенімді ойласа жүрегі езіледі. Енді міне, бәрі артта қалды деп сенді. Мен де солай ойладым. Өз сүйгеніме, әйел болғаныма, енді бақытты өмір сүретініме шын жүректен сендім. Бірақ өмір біз ойлағандай болмай шықты. Үйленгенімізге 2 ай өткенде ғана мен өз тағдырымның шындығын түсіндім. Күйеуім үшін мен жар емес, жай ғана үй қызметшісі екенмін. Ол мені жақсы көрген жоқ, тек анасына ерегісіп алған екен. Қайненемнің алдында менің құным құлдан артық болмады. Таң атқаннан қара кешке дейін тынымсыз жұмыс, үй жинау, кір жуу, ас дайындау, үстелге бірге отырмақ түгілі дастархан басында маған орында жоқ. Енем, келін деген ас ішкенше атасынан асқанша деп тек тамақ соңында қалғанын жеуге рұқсат ететін. Бірінші рет мен байлықтың да кедейлік әкелетінін түсіндім. Қолыма ұстатқан алтын білезіктер маған шынжыр секілді көрінді. Әдемі үй тар қапас секілді. Мен бұл өмірді таңдасам да енді осы тордың ішінде өмір сүруге мәжбүр болдым. Күндер өтіп жатты. Бір күні айнаға қарап өзімді танымай қалдым. Бұрынғы арманшыл, күлімдеп жүретін жас қыздың ізі де қалмапты. Көзімнің алды көгеріп, жанарым сөнген. Сонда ғана мен бұл байлықтың маған арман емес, азап әкелетінін түсіндім. Атам шетелге кеткен соң үйдегі атмосфера өзгеріп сала берді. Бұрын атамның көзінше маған көп сөз айтатын енем енді басқаша сөйлей бастады. Bir күні кешке шай үстінде, "Келінжан, біз бір отбасы болып тойхана жүргізіп отырмыз. Сен де осы үйдің адамысың. Біз басқарған тойхана енді сенің де тойханаң. Мен қашанғы жүремін, сен де осы жерде бастық болуың керек. Бірақ алдымен бұрынғы ыдыс жуатын жұмысыңды жасай бер, содан кейін менің көмекшім боласың, кейін тойхананы басқарасың" деп жұмсақ сөзбен баурап алды.
Мен ауылдан басқа түк көрмегенім енеме тиімді болды. Оның жылы сөзіне сеніп, қуанып жұмысқа шықтым. Жаңалықты анама да жеткіздім. Байғұс анам қуанып: «Бағың ғой алтыным, енең не айтса да жасай бер. Иә, бір отбасы болған соң бәрі өзіңдікі» деп батасын берді. Сөйтіп мен баяғы ыдыс жуатын жұмысыма қайта кірістім. Күндіз үйдің тірлігі, түнде тойханада жұмыс. Шаршағанымды білдірмеймін деп барымды салдым. Енемнің тағы бір сөзі мені үміттендіре түсті. Мен де сен сияқты ыдыс жуып, кейін дәретхана тазалап, содан соң аспаз болдым. Қара жұмыс жасап, осыдан биікке көтерілдім дейтін. Бұл сөздер маған жігер берді. Бәлкім мен де бір күні тойхананы басқаратын шығармын деп армандайтынмын. Тойхананың қара жұмысымен үйдің тірлігі әбден қажытты. Қатты шаршап жүрсем де енемнің уәдесіне сеніп бәріне төздім. Бірақ бір күні өзімнің жүкті екенімді білдім. Күйеуіммен жақындығымыз сирек болатын. Ол көбіне түнде мас болып келетін. Бірақ жұмысқа шықпай жүргенімде бір рет түнді бірге өткіздік. Сол түні оның шешесінің атын атап, әр жерімді тістеп сүйгені есімде. Бірақ мен ол кезде ешқандай жаман ойламадым. Бір күні тойханада ыдыс жуып жатқанда көзім қарауытып есімнен танып қаладым. Администратор жүгіріп келіп, суық су шашып желпіді. Жедел жәрдем шақырмады, жай ғана шаршаған деп ойлады. Өзім де солай деп сендім. Администратор мені үйге жіберуді ұйғарып, официанттарды таситын жүргізушіге «Мынаны үйіне апарып таста» деді. Менің жеке кілтім болғандықтан үйге жалғыз кірдім. Мен жұмысқа кеткенде үйде ешкім болмайтын. Сол күні мені үлкен шындық күтіп тұрған еді. Есікті ашқанда музыка менің бөлмемде естіліп тұрды. Таң қалдым. Күйеуім жалғыз жатқасын тыңдап жатқан болу керек қой деп ойладым. Шешініп, өз бөлмеме қарай бара жатсам, енемнің даусы бөлмемнен шықты. «Жан, қатты тезірек соққылашы, шыдай алмай барамын» деген сөзін естіп, аяғымды басуға жүрексіндім. Менің бөлмемде енем не істеп жүр деп жаман ойлауға қорқып барамын. Бірақ сол сәтте күйеуімнің анада айтқан сөзі есіме түсіп, аяқ-қолым дірілдеп бөлмеге қарай бет алдым. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Енем мен күйеуім тыржалаңаш төсекте жатыр. Мені көріп бір-бірінен ажырап, күйеуім киімдерін асығыс киіп, қарасын батырды. Ал енем ештеңке болмағандай, «Неге ерте келдің?» деп өзіме бас салды. Ашуланып кеттім. Оңбаған қатын, атама бәрін айтамын деп айғайладым. Ол қасыма келіп шашымнан сүйреп итеріп жіберді. Орнымнан тұрғанымша енем қасыма келіп ішімнен тепкілеп әбден ұрды. «Қайыршы, сені ұлым алмағанда аузың сасып, үстің сасып жүретін едің. Осы үйдің малайы болғаныңа қуан. Осыдан аузыңнан бір сөз шықсын, сені ұры деп түрмеге тоғытамын. Менің таныстарым көп, сені соттауға күшім жетеді» деп қорқытты. Одан кейін есімді ауруханада жидым. Дәрігер түсік тастағанымды айтты. Мені іздеп ешкім келмеді. Ауруханадан шыққан соң төркініме тарттым. Анама шындықты айтсам сенбеді. Қайтып келген қыз жаман деп үйге сыйғызбады. Сүмірейіп, сол үйге қайтып келдім. Үнсіз, ештеңке болмағандай бұрынғы тірлігімді жалғастырдым. Бірақ ішім өртеніп барады. Енем мен күйеуімді көргім келмей, ас үйге беттеп ыдыс жууға кірістім. Тіпті ыстық судың терімді күйдіріп жатқаны да сезілмеді. Қолым механикалық түрде қозғалып, ойым сан-саққа жүгірді. Кенет үйге атам келді. Жиі көре бермейтінімді, көбіне шетелде жүретін. Бірақ бұл жолы көңіл күйі ерекше көтеріңкі. Қолында бір қорап маған қарап жымиды да қолындағы сыйлығын ұсынды. Қуанып кеттім. Жылы сөз естімегелі қашан. Бірақ атамның терең жанары ішімдегі құпияны оқып тұрғандай. «Қалайсың қарағым?» деп жұмсақ үнмен. Көзім жасаурап кетті. Қалаймын ба, өмірден түңіліп жүрмін. Бірақ айта алмадым, жымиып, «Жақсы ата» дей салдым. Атам маған ұзақ қарады. Сосын жаймен ғана: «Сенің болашағың бұдан да жарқын болуы керек. Ертеңнен бастап сабаққа барасың» деді. Мен аң-таң болдым. Сабаққа? Иә, заңгерлікке оқисың. Бәрін ұйымдастырып қойдым. Бірақ ешкімге тіс жарып айтпа. Көзімдегі жас сорғалап түсті. Қуаныш па, әлде қорқыныш па деп өзім де білмеймін. Бірақ ішімде бір үміт оты маздай бастады. Арада 4 жыл өтті. Қайғы мен үнсіз қарсылықтың ішінде өмір сүрдім. Бірақ бұл жолы бәрі бұрынғыдай емес еді. Жүрегімде әлсіз болса да үміт оты бар еді. Тағы көтердім. Күйеуім еріксіз төсекке сүйреп жүкті қылды. Бірақ енді маған бәрібір сияқты көрінді. Тек бұл жолы аздап
Батылдау болдым. Бұрынғыдай жұмысқа жүгірмедім, үйде қалдым. Қаламаса да қарсы келетін жан болмады. Енем ауырып жүрді, асқазаны сыр беріп, әлсіз күй кешті. Ол менімен бұрынғыдай ұрыспады, ісіме араласпады, өзінің дертімен әлек болды. Маған керегі де сол еді. Тоқпақтай ұл тудым, жүрегіме бір жылулық орнады, ұлымды құшақтап жылап-жылап алдым. Бұл жылу шарасыздықтың емес, үміттің болашаққа деген сенімнің жылуы еді. Атам қатты қуанды. Менің талай жылғы төзімімді көріп, мен үшін жүрегі ауырып жүр екен. Bir күні мені оңаша шақырып құжаттар берді. Бұл тойханада, мына 2 қабат үйде сенің атыңда. Сен менің немеремнің анасысың, сен оған бақыт сыйлауға лайықсың деді. Мен аң-таң болдым. Өз құлағыма өзім сенбедім. Бақыттан жылайын десем, көз жасыма сенбеймін. Атам күйеуіммен енемнің маған істегенін баяғыдан білетін болып шықты, бірақ үндемей жүріпті. Себебі менің өзімді табуымды күткен екен. Оның анасы ертеректе қайтыс болған деді атам ауыр күрсініп. Ол менің ұлым болса да бөтен адам болып өсті. Мен төбемнен мұздай су құйып жібергендей күй кештім. Сөйтсем, күйеуімнің анасы, менің енем атамның алғашқы жары емес екен, өгей шешесі болған. Көп ұзамай енем үнсіз кетіп қалды. Қайда кеткенін білмедім де, сұрамадым да. Ал күйеуімнің тағдыры мүлде басқа арнаға бұрылды. Бұл бір күні абайсызда адам қағып сотталып кетті. Атам менің қолымды қысты. Саған бір жақсылықты тілеймін қарағым. Енді өзіңді таптың. Енді шын өмірің басталады деді де шетелге кетіп қалды. Мен ұлымды құшақтап жаңа өмірді бастауға дайын болдым. Енді мен әлсіз емеспін. Енді мен өз өмірімнің қожайынымын.